Excel программасында кестелерді шартты түрде форматтауға болады. Шартты форматтау дегеніміз ұяшықтардағы деректерді белгілі бір шарттар бойынша форматтау. Бұл яғни жасап отырған мәліметтерімізді қабылдауға оңтайлы болу үшін санды деректерді гистограмма, таңбалар және әртүрлі түстермен берген тиімді болып табылады. Шартты форматтауды жүргізгіміз келіп тұрған ұяшықты ерекшелеп аламыз, яғни бағанды құралдар саймандар тақтасында условный форматирование батырмасын басамыз. Сол кезде бізге шартты форматтау терезесінің құрылымы пайда болады. Біріншісі бұл, яғни белгіленген ұяшықтарға ереже жүргізу, яғни шарт беру. Көп, аз, екі мәннің арасындағы немесе теңдік, текстпен жұмыс жасағанда, уақытпен жұмыс жасағанда әртүрлі шарттарды таңдауға болады. Мен мысалы больше көптен, яғни 2700-ден бағасы асатын болса, онда мен ұяшығымды мына жерден түстерді таңдаймыз, өзіміз красный текстқа аударып бердім. Немесе залипка қоюға болады. Яғни светло красный, ашық қызыл түске немесе темный красный текстке мені істеп бер деп тұрмын, бояп бер деп тұрмын. Окей батырмасын белгілеген кезде, яғни мен 2700-ден жоғары дедім ғой, яғни 2800, 3200 және 3000-ді мені розовый светке, текстің қызыл түске бояп берді. Бұл бірінші шартты форматтау. Екіншісіне тоқталатын болса, мысалы, бұл және алғашқы ережелер, мәліметтермен ережелерді жүргізетін болады. Соңғы жүргізілген бірінші 10 элементпен және алғашқы 10%пен, соңғы 10 элементпен, соңғы 10%пен жұмыс жасай алады. Міне бізге көрсетіп берді соңғы 10 элементті. Оның ішінде 10%-тен жоғары болса деп көрсетті де, оны мына жерден зеленый, яғни жасыл түске бояйық. Окей батырмасын басқан кезде міне жасыл түске бояп бізге көрсетті. Келесі шарт бізде гистограмма болып табылады. Гистограмманы орнату үшін бірінші, яғни бағанымызды ерекшелеп аламыз да, условный форматирование кіріп, гистограмманы таңдаймыз. Гистограмманың неше түрлі светі және варианттары бар. Өзімізге ұнаған бір түсті таңдаймыз. Бұл гистограмманың қызметі таңдалған ұяшықтағы мәндерді көру ыңғайлы болып табылады. Мына жерде гистограмма 68-78. Мына гистограмманы көру арқылы қайсы көп, қайсы аз екенін білеміз. Яғни қайсы кітапты аз бергеніміз және қайсы кітапты көп бергенімізді көруге болады. Келесі бізде форматтаудың түрі. Ол форматтау түрін жүзеге асыру үшін бірінші біз не істейміз? Сол бағанды белгілеп аламыз да, условный форматирование, световые шкалы, яғни әртүрлі түсті шкалалармен жұмыс жасауға болады. Мына жерде қызыл, жасыл, сары шкалалармен және күлгін түсті шкалалармен де жұмыс жасауға болады. Мен оның ішінде жасылмен тек қана бір түсті пайдаланып отырмын. Оның себебі өсу ретіне қарай біздің түсімізде қанығырақ болып түседі. Ол біздің, яғни қайсы мәлім бағасы ең арзаны қайсы екен және бағасы ең көбін қою түстен ажырата алатын боламыз. Жалпы шарттың бұл жерде қызметі бізді мәндерді толық тауып алуымызға, яғни сандармен, мәтіндермен жұмыс жасағанда өте бізге ыңғайлы болып тұр. Форматтаудың келесі түрі бізде бұл набор значков. Яғни біз осы неше түрлі фигураларды пайдалана отырып, өзіміздің мәліметтерімізді пайымдай аламыз. Мысалға мен үшбұрыш, дөңгелек және ромбты алып тұрмын. Бұл жерде ромб дегеніміз ең кіші мәндерді көрсетіп тұр, ал үшбұрыш одан дейінгі орташа мәндерді, жасыл дөңгелегіміз біздің ең жоғарғы мәндерімізді көрсетеді. Арқылы да біз өзіміздің жұмысымызды зерделей аламыз.